Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы кәсіби жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжі студенттер, оқытушылар, жұмыс берушілер және тағы басқа қызығушылық білдіргендер үшін актуалды білім беру жүйесі қалыптасқан, ақпараттық ортасы ашық және заманауи инфрақұрылымды білім беретін оқу орны. Колледж мемлекеттің, қоғамның, жеке тұлғаның талаптарына бағытталған даму жүйесі болып табылады. Бұл колледждің білім беру сапасын үнемі жетілдіріп, еңбек нарығының талаптарына бағытталған негізгі даму тенденциясын анықтайды. Колледж үшін сапаны жетілдіру – бұл дамудың синонимі, жаңарта дамыту. Кәсіби педагогика және салалық технологиялар колледжі 2008 жылы өзінің жұмысын бастады. Содан бері міне бірнеше студенттеріміз облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі сайыстарға қатысып, жүлделі орындарда иемденіп келе жатыр. Бұл жерде айта кетер едім, бұл ұстаздарымыздың үлкен қажырлы еңбегінің арқасында. Яғни адамзат баласы білім алу үшін алдымен тәрбие берілу керек деген аталарымыздан қалған ұлы сөз бар. Ұстаздарымызға келіп тұратын болсақ, жоғары санатты ұстаздардың жалпы пайыздық құрамы 60%-дан асады. Бұл жоғары көрсеткіш деп есептеймін. Өйткені біздің ұстаздарымыз жылдар бойы өздерінің тәжірибелерін, шығармашылық жұмыстарын шыңдап келе жатыр. Соның нәтижесінде біздің шәкірттеріміз де жоғарғы деңгейдегі білім алып, барынша әртүрлі сайыстарда өзінің білімі мен біліктіліктерін көрсетіп келе жатыр. Мен айта кетер едім, қазіргі таңда Қазақстан Республикасында білім саласында үлкен реформалар өткізіліп жатыр. Солардың бірі осы кезге дейін келіп жеткен біздерге дуалдық оқыту жүйесі. Яғни біздің колледжімізде қандай мамандықтар бар болса, солардың барлығында осы колледждің базасында өзіміздің оқу полигондарымыз жұмыс жасайды. Мектепке дейінгі тәрбие мамандығы бойынша балабақшамыз бар. Бастауыш білім беруде сондай-ақ ағылшын тілі мамандықтары бойынша өзіміздің мектебіміз бар. Және де спорт және физкультура мұғалімі мамандығы бойынша спорт комплекстеріміз бар. Сонымен қоса біздер қалалық білім бөліміменен бірлесе отырып, біздің студенттеріміздің мектепке дейінгі тәрбие, бастауыш білім беру мамандықтары бойынша, физкультура және спорт мамандықтары бойынша балабақшалар мен мектептерде өзінің кәсіптік практикасын, тәжірибесін одан ары қарай жалғастырып жатыр. 2021-2022 оқу жылында біздің шәкірттеріміз WorldSkills байқауында қандай нәтижеге қол жеткізді десек, биыл біздер үшін өте сәтті жыл болды деп айтқым келеді. Яғни біздің студенттеріміз осы WorldSkills байқауында бастауыш білім беру, мектепке дейінгі тәрбие, физкультура және спорт мамандығы бойынша, тәлімгерлік ісі мамандығы бойынша, сондай-ақ веб-дизайн мамандықтары бойынша, яғни 5 құзыреттілікпенен байқауға түсті. Яғни осы 5 құзыреттілікте 3 алтын медаль, 2 студентіміз үздік маман төсбелгісімен марапатталды. Бұл жоғары көрсеткіш деп есептейміз. Бір айта кететін жағдай, осы 2022 жылдың сәуір айынан бастап жоғары колледж статусына ие болдық. Және осы бағытта біздер өзіміздің оқу бағдарламаларымызды мемлекеттік реестрге енгізіп, лицензияларымызды алып, сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі кездегі сапалық құрамды жаңа мен жоғарыда айтып кеттім. Яғни сапалық құрам 60%-дан жоғары. Сонымен қатар біздер жоғарғы оқу орындарында жұмыс жасап жатқан ғылыми атақ дәрежесі бар ұстаздармен де келісімшарттар негізінде жұмыс жасап жатырмыз. Яғни біздердің сол жоғары санатты 60%-ды құрап отырған ұстаздарымызбен қоса 5 ғылым қызметкерлері де қызмет атқарып жатыр. Негізгі мақсатымыз шәкірттерімізге терең теориялық және практикалық білімді беру негізгі мақсатымыз. Қазіргі таңда колледж ұжымының және шәкірттеріміздің алға қойған мақсаты ұлттық құндылықтарымызды дәріптей отырып, сапалы білім мен жаңа Қазақстанды құру болып табылады. Материалдық техникалық базаны жаңғыртып отыру, толықтыру, оқу процесін үнемі тиісті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету, кітапхананы электронды оқулықтармен жабдықтау, кабинеттерді интерактивтік жабдықтармен қамту, кітапхананың электрондық каталогын жасақтау, оқу тәрбие процесін жетілдіру болып табылады. Бастауыш білім беру бұл әрбір білімнің негізі. Бастауыштан білім алып нәрленіп бала әрі қарай дамып жетіледі.
Сондықтан да бастауыш сынып мұғалімдерінің алдында үлкен міндет тұр. Қоғам алдындағы міндет орасан зор деп айтып кете аламын. Сондықтан да біздің қазіргі дайындап жатырған мамандығымыздағы оқып жатқан студенттерге көп талап қойылады. Менің жалпы өзімнің оқытып жатырған пәндерімде бастауыш білім беру мамандығының әдістемелерін оқытамыз. Мысалға мен жаратылыстану, дүниетану, математика, көркем еңбек пәндерінің, музыка пәндерінің әдістемелік оқыту әдістемелерін оқытатын болсам, осы пәндерді меңгеру барысында оқушыларға мен ең бірінші қазіргі таңда мынадай талап қоямын. Жаңартылған білім беру бағдарламасымен түбегейлі танысу, үлгілік бағдарламамен. Одан кейін осы сол үлгілік бағдарлама негізінде ұзақ мерзімді, орта мерзімді жұмыс жоспарларымен танысып, оны талдап, оқулықтармен сәйкестендіріп, оны әрі қарай қысқа мерзімді жоспарды түбегейлі танысып, өздері жазуға үйретемін. Осы әдістемелік пәндерді мен бірнеше бағытта аламын. Мысалы 90 минутты осылай деңгейлеймін. Мысалға бала ең бірінші лекциямен танысатын болса, сол пәнді айталық. Мысалға жер сфераларын мен танысатын болса, бала лекцияны танысады. Одан әрі қарай оны оқулықта талдаймыз. Үлгілік оқу бағдарламасында жер сфералары бойынша бірінші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін қай деңгейде бала бірінші сыныпта не үйренеді, екінші сыныпта не үйренеді, сол бойынша жасаймыз. Одан кейін сол әрбір оқулықты біз Блум таксономиясына салып, оқу бағдарламасын деңгейлейміз, немесе білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау 6 деңгейі бар. Соған салып біз деңгейлейміз. Немесе мұғалім сабаққа дайындық барысында тапсырма беріледі оқулықта. Сол әрбір оқулықта не үшін берілді, мақсаты не, сол тапсырманы не үшін бала орындағанда нені білуі керек деп біз деңгейлейміз де, және соны қысқа мерзімді жоспарға салып үйретемін. Осы колледждің көріп отырсыңыздар, материалдық базасы өте тамаша. Әрбір оқу бөлмесінде интерактивті тақталар ілінген. Мысалы, менің осы кабинетімнің өзінде 6 интернетке қосылған компьютерлар бар. Бала келіп жаңағы электрондық портфолиясын, жаңағы деңгейлеу тапсырмаларды барлығын онлайн түрінде жасай алады. Сабақ барысында міне осындай жұмыстардың нәтижесінде осы WorldSkills 2022 жылғы өңірлік деңгейде Хасанова Ақтілек 3-ші курс студенті бастауыш білім беру бойынша 1-ші алтын жүлдені қолға иелеп, өте қуанышты жағдай болды біздер үшін. Себебі бұл жұмыс баланың 6 колледждің ішіндегі біздің колледжіміздің 1-ші орын алуы, бұл өте бір жақсы жетістік деп ойлаймын. Оқыту барысында әлеуметтік серіктестерден басқа колледж жанынан тәжірибелік алаңдар ашылып жасақталды. Ол алаңдар өз деңгейінде еңбек етуде. Каспий балабақшасы, Каспий спорт кешені, Каспий зияткерлік мектеп бақшасы аталған мамандықтар бойынша тәжірибелік алаң болып есептеледі. Біздің балабақшаның бір ерекшелігі, айта кететін болсақ, 2011 жылы мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу бойынша мамандық ашылған болатын. Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі мамандығы. Сол мамандыққа дуальды оқыту жүйесі енгізілген 2011 жылы. Сол дуальды оқыту жүйесі бойынша біздерде балабақша ішінде студенттеріміз өндірістік оқу тәжірибесіне өтеді. Сол оқу өндірістік тәжірибесінде барлық осы мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту бойынша оқу өндірісі жөнінде сұрақтары бойынша және тәжірибелік жұмыстар, ата-анамен жұмыс, баламен жұмыс, мектепке дейінгі баланың даму ерекшеліктері, даму психикасы, физиологиялық, анатомиялық тұрғыдағы барлық балабақшада атқарылатын қызметтердің барлық болашақ тәрбиеші мамандары осы жерден тәжірибеден өтеді. Және тәрбиешінің іс қағаздары жөнінде, жалпы құжаттары жөнінде барлығымен танысып, осы жерден практикалық тәжірибеден өтеді. 1-ші курс, 2-ші және 3-ші курс студенттеріміз бастапқыда танысу, ары қаратай жұмысын атқару, тәжірибелік, қыр-сырын барлығын осы жерден үйренеді. Өзім сол тәжірибе жөнінде жетекшілік жасаймын, және кез келген уақытта ашық ұйымдастырылған оқу әрекеттерін өткізетін кезде, және мәдени көпшілік шаралары өткізетін кезде, ата-анамен жұмыс жүргізілетін кезде, баламен қарым-қатынас барлығын үйрену бойынша біздің осы балабақшаның ішінде тәрбиеші мамандығы тәжірибеден өтеді. Ерекшелігіміз осы деп айтып кетеміз.
Түлектердің жұмысқа орналасуы және өзін-өзін жұмыспен қамтуы 2017 жылы 71% болса, 2020 жылы 85% құрады. Бұл соңғы жылдарда Жаңаөзен қаласында халық санының көбеюі, осыған орай жаңадан орта мектептердің және балабақшалардың көптеп ашылуы және бастауыш білім беру, ағылшын тілі, дене тәрбиесі, тәрбиеші мамандарға сұраныстың болуы. Біздің колледждің түлектерінің дайындық сапасын басқа колледж түлектерінің дайындық сапасымен салыстырғанда, жұмыс берушілердің 60% тең дәрежелі мамандар деп, ал 33% біздің колледж түлектерінің кәсіптік даярлығы біршама жоғары деп бағалаған. Осы Каспий колледжінің жоғарғы педагогика болып өзгергеніне өте қуаныштымын. Осы Каспий колледжін үздік бітіріп, қоғамдық және мәдени шараларға белсене қатыстым. Қазіргі таңда осы колледж заман талабына сай жабдықталған, білікті ұстаздар қызмет етуде. Сол ұстаздарымыздың арқасында қазіргі таңда өзімде білікті мамандардың бірімін. Каспий колледжіне және ұстаздарымызға айтар алғысым шексіз, өте маған білімдерін беріп жатыр. Менің жоғарыға қарай көтерілуіме үлкен себептерін тигізді. Біздің әдістемелік ұстазымыз Марияш Бегалиевна деген кісі болды. Өте жоғарғы білімді, сол кісінің және Әлия Базарбаевнаның үйреткен нұсқаулықтары бойынша жалпы өзімнің мамандығымның қыр-сырын білдім десем болады. Өте көп әдіс тәсілдерді үйретті, соларды қазіргі таңда өзім жұмысымда пайдаланып жүрмін. Колледж оқытушылары жыл сайын түрлі деңгейдегі ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысып отырады. Соңғы 3 жыл ішінде оқытушылар арқылы 57 мақала жарияланды. Колледжде жеке тұлғаны әлеуметтендіру үшін жағдай жасалған және студенттермен тәрбие жұмыстары жүргізіледі. Студенттердің өзін-өзін басқаруды дамыту мәселелері мен көшбасшы тәрбиелеу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Енді біздің колледжіміздің бірден-бір басқа колледждерге қарағанда артықшылығы, бірден-бір қаламызда педагогикалық мамандықтарды дайындайтын ұлы колледж десем де болады. Және өзімнің мамандығыма келетін болсам, мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі құзыреттілігі бойынша арнаулы пәндерден сабақ беремін. Және де көптеген жаңа технологиялық пайдалана отырып, жаңа методикалық әдістемелерді пайдалана отырып жүргіземін. Және осы барысында, осы 3 жыл ішінде көптеген өзімнің осы мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиеші құзыреттілігі бойынша көптеген жетістіктерге жеттім десе де болады. Көптеген менің студенттерім қаланың балабақшаларына жұмысқа орналасты. Соның ішінде барлығы да жақсы деген бағамен бағаланып жатыр. Олай айтатын себебім, біздерде дуальды оқыту жүйесі бойынша жаңағыдай өзіміздің колледждің жаңағыдай жоспарланған жаңағы келісім шартқа байланысты балабақшаларға іс тәжірибеден өтеді. Іс тәжірибе барысында да студенттер, яғни қалалық, облыстық семинарларға қатысып, атсалысып, яғни балабақша тарапынан да жақсы алғыс хаттармен марапатталған студенттеріміз бар. Және де бір айта кететін жағдай, Тоқтабаева Жарқынай есімді жаңа WorldSkills ақтау өңірлік чемпионатына 3-ші орын алған қызым осы балабақшаға барғаннан кейін осы құзыреттілік барысында көрсеткен робототехника лего ойыншықтарын жаңағыдай балаларға құрастыру бағыты бойынша қалалық семинар және облыстық семинар көрсетіп үлкен жүлдеге ие болды осы балабақша тарапынан. Біздің оқу ордамызбен іскерлік қарым-қатынаста тығыз байланыс орнатып, жұмыс жасайтын ұйымдар мен мекемелер өте көп. Барлығы да бұл колледждің әлеуеті мен мүмкіндіктерін жоғары бағалайды. Мақсаттары айқын, болашағы жарқын екеніне зор сенім білдіреді. Қаламызда орналасқан Каспий колледжіменен біз осы 7-8 жылдан бері осы бірлікте, ынтымақтықта, жаңағы әлеуметтік серіктестік ретінде жұмыс жасап келе жатырмыз дегенде біз алдын ала келісім шарт жасақтап Каспий колледждің басшысымен бірге, сосын соның мектепке дейінгі бөлімінің студент қыздары біздерге келіп практика өтеді. Сол практикаға келгеннен кейін біз ол қыздарды тәжірибелі көптен жұмыс жасап келатқан мамандарға тапсырып, солардың қол астында сол қыздар осында жаңағы оқу тәрбие жұмысын, сосын қалай жаңағы тәрбие білім беру жұмыстарын үйреніп, осындан білмеген біліп, сұрап, осы жерден үйреніп, 1-2 ай практика өтіп кетеді. Сосын біз сол практика өтіп жүрген кездерінде сол қыздардың ішінде бір пысықтары болады, талпынып тұратындары болады. Соларды біз байқап, қарап, сосын мен өзім осы 2 жыл сол колледжда мемлекеттік емтихандарға қатысып,
сол қыздарды біздің балабақшаға келін тәрбиеші ретінде деп жұмысқа үгіттеп жұмысқа қабылдағанымыз бар. Соның ішінде Қоңырова Көркем, Қыдырбаева Жеміскүл, Аланбаева Айгерім деген қыздарымыз бар. Солардың екеуі тәрбиеші, біреуі дене шынықтыру пән мұғалімі ретінде. Айтайын дегенім, мамандар ол жерде жақсы дайындайды, базасы жақсы, себебі мен өзім барып жүрім, әртүрлі шараларға сол колледжден қатысамын, мемлекеттік жаңағы емтихан кезінде де байқаймын, өте ұйымдастыруы шараларды керемет. Сондықтан сол мамандар бізге келгенде де өздерін жақсы жағынан көрсетіп, осы балабақшамызда жақсы тәрбиешілердің қатарында жүр. Сондықтан мен осы мектепті бітіріп жатқан қыздар болса, бір таныс тамырлар, ағайын тума дегендей айтам, сол колледжге барып, сол қандай маман болса да сол жерде оқысаңыз, әйтеуір өкінбейсіңіз, жақсы маман болып шығасыңыз, себебі ол жерде базасы күшті, басшылары мекеменің жұмысын ұйымдастыруға қатты мән береді, ұйымдастырады деп. Колледждің миссиясы мен стратегиясына сәйкес оқу процестерінің қажеттіліктеріне және білім беру бағдарламаларының мақсаттарына сай сапалы білім беру үшін қажетті жағдайлар жасалған. Колледждің ресурстық базасы бар. Колледждің бір оқу ғимараты Каспий спорт кешені, спорттық алаң, асхана, буфет, көгалдандырылған алаңы бар. Колледжде белсенді спорттық өмір қалыптасқан. Студенттер арасында түрлі спорттық сайыстар өткізіледі. Студенттеріміз колледждер арасында қалалық және облыстық деңгейдегі бәсекелестік спартакиадалардың белсенді қатысушылары және жеңімпаздары болып табылады. Колледж басшылығы және педагогикалық қызметкерлер өздерінің алғашқы жылдарынан бастап білім беру, мәдени, спорттық және шығармашылық бағыттарды түрлі іс-шараларға белсенді қатысушылар болуға ұмтылды. Студенттер үшін бұл олардың әлеуетін жақсарту, кәсіптік даярлығын әрқашанда көтеру мүмкіндігі болып табылады. Олардың жеткен жетістіктері колледж табысы. 2013 жылдан бері қарай сабақ берем. Осы спорт залда жұмыс жасап келе жатырмыз. Жалпы мамандарымыз әтір жақсы, мектептерге барып, жақсы жағынан көрініп жүр. Бірнеше жарыстарды өткізіп жатыр. Мектептің әдіскері болып жатыр. Кейбір мектептердің тәрбие жөніндегі орынбасары болып жатыр. Барлығы да әтір осы колледждің игілігі деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда колледжімізде дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша 6 топ оқып жатыр. Сол 6 топтың ішінде екінші курс студенті өткенде Ворскейс чемпионатын өткіздік. Мінекей осы жерде осы алаң болды. 9 метрге 9 метр. Сосын аэробика би залымыз бар. Ана жақта әдістеме бөлмеміз бар. Әдістеме бөлмеде теориялық жөнінде оқимыз да, мына жаққа келіп практикалық сабақ көрсетеміз. Жалпы жетістіктеріміз жақсы. Бітірген мамандарымыз 2020-2021 оқу жылында біздер облыстық өңірлік чемпионаттан Турашева Диляра Талғатқызы деген бірінші орын алды. Жылдың үздік студенті, 2019-дың 2020 жылдың топ 100 студентінің жеңімпазы, сондай студенттеріміз бітіріп жатыр. Енді оған сәйкес тағы осы 2021-22 оқу жылында біздерде Искенов Айдын Ерсайынұлы деген екінші курстың студенті тағы өңірлік чемпионаттан бірінші орын алды. Енді Қазақстанға жолдама алдық, қазір дайындалу үстіндеміз. Бұйырса, Қазақстаннан да орын алып, осы еліміздің, Қазақстан еліміздің, жаңа Қазақстанның жаңашыл мұғалімдері болады деп есептеймін. Колледж басшылығының тәжірибесін, колледждің даму қорытындыларын ескере отырып, колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін еуропалық және халықаралық тәжірибе стандарттарына сәйкес білім беру сапасын жақсарту мен жетілдіру, өзгеріп отыратын сыртқы ортаның талаптарын қамтамасыз ету мақсатында институционалды және мамандандырылған аккредиттеуден өту туралы шешім қабылданып, 2017 жылдың 30 қазан 2 қараша аралығында білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі мекемесі аккредиттеуден өткізді. Колледж жақсы бағаға ие болды.
Жаңаөзен қаласында жаңа оқу жылы қарсаңында алғаш рет Каспий зияткерлік мектеп-бақша жекеменшік бастауыш сыныптар мектебі ашылды. 2017 жылдың 2 қыркүйегінде мектеп пайдалануға берілді. Оқу жылында 16 педагогикалық қызметкер және 5 тәрбиеші 150 оқушымен жұмысын бастады. Мектеп алды даярлық тобында 75 оқушы, 1 сыныпта 50 оқушы, 2 сыныпта 25 оқушы бар. Білім беру ұйымының мақсаты азаматтылыққа, адамның құқықтары мен бостандықтарына құрметпен қарауға, өз отанын сүюге тәрбиелеу, сонымен қатар білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын игеру. Ең бастысы оқушылардың сапалы білім алу мотивациясын, функционалдық сауаттылығын және мұғалімдердің педагогикалық іс тәжірибелерін насихаттау болып табылады. World Skills чемпионатының мақсаты бүкіл әлем бойынша жұмысшы мамандықтарды дәріптеу, кәсіби дайындық пен біліктіліктің мәртебесі мен стандарттарын арттыру болып табылатын жаһандық қозғалыс. Чемпионат білікті кадрларды даярлауға, жаңа идеялар мен трендтер жасауға, кәсіби білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Колледж жұмысы 2015 және 2021 жылдар аралығында республикалық ұлттық бизнес рейтинг экономикалық сараптау қорытындысы бойынша сала көшбасшысы 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 номинациясының алтын белгісін иеленді. Соңғы 5 жылдықта 2017-2021 жылдар аралығында колледж студенттері әртүрлі сайыстардан, жарыстардан, конференциялардан 329 жүлделі орынды жеңіп алды. Бұл жетістіктердің барлығы да біздің колледждің қаншалықты білімді, сонымен қатар дұрыс бағыттағы жұмыстарды атқарып жатқандығына дәлел болмақ. Білім беру қызметінің өткен жылдардағы жай-күйі мен тиімділігін талдау, колледждегі білім алушылардың барлық мамандықтар бойынша жеткілікті теориялық білімі мен практикалық білігі бар екендігін көрсетеді. Ендеше жаңа Қазақстанға бағытталған кезеңде біздің оқу ордамызда даму мен өрлеудің, оның ішінде білім саласында жаңа деңгейге көтеріліп, биік межелерді бағындыру біздің басты мақсатымыз екендігі анық.